Мекендерде елеулі еңбек етіп жүрген әйелдер елордада бас қосты. Түрлі саланың тізгінін ұстағандар арасында экологиялық апат ортасында орналасқан қорықтың директоры да бар. Зәуреш Әлімбетова бір кездері құты қашқан барса келместің қайта түлеуіне ерекше үлес қосып жүрген қорықшы әйел. Сол себепті екінші республикалық форумға арнайы шақыртылған. Ол эко жобаларға қатысып, Біріккен ұлттар ұйымының гранттарын жеңіп алып, 60-тан астам гектарға сексеуіл отырғызған. Ал бұл суы тартылып, аспанға тұзы мен шаңы көтерілген аумақ үшін оңай шаруа емес. Бүгінде өсімдіктің 80% жерсінген, мемлекетте кіші аралды қалпына келтіру жұмыстарын жүйелі атқарғанның арқасында аң жүгіріп, құс ұшатын болған. Аңшылық шаруашылығынан биосфералық ЮНЕСКО резерватына дейін жетті. Ол әрине біздің халықаралық деңгейімізді көтерді. Әрине ол жаңа жұмыс орнына ашылды. Жануарлар жағдайлар жасалынғасын, сол аралдарға қайтып келіп, бүкіл Қазақстанда құландар, барса келмес құландардың ұрпақтары. Бізде енді 600-дан астам құландар бар. Форум жұмысы туралы толығырақ ақпарат беру үшін Таңшолпан төріне арнайы қонақтарымыз келді. Данияр, сөз тізгіні өзіңде. Қайырлы таң. Рахмет көп-көп. Қош келдіңіз. Бүгін біздің студиямызда осы форумды ұйымдастырушы Асхат Сүлейменов мырза және Атырау облысынан келіп отырған кәсіпкер ханым Айгүл Әмірғалиева. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсысыздар ма? Ал енді бұл форум осымен екінші рет өткізіліп отыр екен. Кеше басталды. Жалпы форумның көздеген мақсаты не? Асхат мырза, осыған қысқаша тоқтала кетсеңіз. Жалпы дұрыс айтасыз, бұл форум былтыр бірінші рет басталған болатын, бірінші республикалық форум болып өтті. Одан кейін жақсы өзінің жақсы жағынан көрсетіп, пайдасы бар болғаннан кейін бізге ұсыныс түсті, барлық өңірлерде облыстық форумдар өткізейік деген. Содан кейін соны іліп ала біз 2019 жылы осы маусым айы мен қазан айының аралығында 14 облыста облыстық форумдар өткіздік. Әр облысқа 150-ден 300-ге жуық әртүрлі саладағы ханымдар, әйелдер қатысты. Оның енді ішінде бизнес саласындағы да, әлеуметтік саласында, басқа да салалардағы әйелдер болды. Негізгі мақсаты форумның, бұл форумдардың негізгі мақсаты ауылдағы әйелдерді біріншіден ол жердегі ауылдағы мәселелерді қарастыру. Мысалы, жұмыссыздық мәселесін азайту, одан кейін бизнеске, кәсіпкерлікке көптеп тарту әйелдерді. Одан кейін одан бөлек жаңа айтып кеткен әлеуметтік, денсаулық сақтау, басқа да салалардағы еңбегі халыққа сіңіп жатқан әйелдерді жария ету, паш ету, былайша айтқан кезде мемлекеттік органдарға, қоғамға жалпы таныстыру. Одан және де тағы бір басты мәселелердің бірі, сол қарапайым әйелдердің ішінде қазір дамып, мықты екі аяғын нық тұрған әйелдер бар. Бірақ олар өздерінің жетістіктерін қалай бастады? Соны қасындағы құрбыларына, қарапайым әйелдерге мотивация ретінде, ынта ретінде соларды таныстыру, көрсету. Тағы бір мақсаттың бірі бұл қазір мемлекетімізде, елімізде болып жатқан әртүрлі бағдарламалар бар ғой, әйелдерді қолдайтын бизнесте, кәсіпкерлікте. Сол бағдарламаларды көбірек насихаттау, халыққа қолжетімді ету, ауылдағы әйелдерге қолжетімді ету үшін осындай форумдарды өткіздік. Енді мынау кеше басталған, бүгін жалғасын тауып жатқан форум республикалық, осылардың қорытындысы, 14 өңірдегі форумның қорытындысы ретінде өткізіліп жатыр. 220 делегат. 220 делегат әр облыстан 15 делегаттан сайланып, іріктеліп келді. Әр облыстан әкімдіктердің тарапынан іріктеліп келді облыстардың. Бірақ оны енді қандай десеңіз, 15 делегаттың ішінде, мысалы, ең үздік шаруа қожалығының басшысы әйел басшысы, одан кейін медицина саласындағы әйел, ауылдық жерлерде бұның барлығы айтып жатқан, білім саласындағы халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы, одан кейін мысалы жас көшбасшы дейміз, сондай сияқты жаңағындай аталымдар бар дейсіз. Аталымдар бар, сол аталымдар бойынша 15 әйел әр облыстан келді. Бірақ дегенмен 220 әйелді күткенімен, біз күткенімізбен 300-ден асып кетті делегаттардың саны. Осы қаладан жақын маңдағы естіген білгендердің барлығымен 325 әйел қатысты кешегі күні.
Енді қазір бізді республикамыздың түкпір-түкпіріндегі қыз келіншектер көріп отыр. Айгүл ханым, өзіңіз Атырау облысынан келіп отырсыз. Жаңа Асхат мырза айтып кеткендей, көптеген әйелдерге мотивация беру жаңағы жұмыстары жүргізіліпті. Жалпы енді мотивация болсын. Бұл кәсіпке сіз қалай келдіңіз? Бұлай отырдыңыз да, мен осы кәсіппен айналсам, жоқ әлде бір құрбыларыңыз айтты ма, осымен айналыссаң қалай болады? Жалпы қалай қол жеткізуге болады? Қазір бізді үйде отырған әйелге айтатын қандай кеңесіңіз бар? Ол деген бір күнде шешілген шешім емес. Біздер сол 2006 жылдар жолдасымыз екенбіз, бір отбасылық бизнес құрғымыз келді. Үйде отырдыңыздар, күндердің бір күнде? Жоқ, үйде отырғанымыз жоқ, ол кезде жұмыс істеп жүрді. Мемлекеттік қызметте. Енді ол мемлекеттік қызметпен қанағаттандыра алмады, өзінің соның мен потенциалым көп, тағы бір дегенмен бастайын жұмыс деп екенбіз ойлап, соны осы Атырау облысы енді өмір бойы балықпен аты шыққан ғой. Ата-бабамызда қалған өнеркәсіп, балық өнеркәсібін қалай қарайық деп. Басында келгенде өзіміз әр жерден арендаға алып жаңа нелерді базалар солай жүрді. Содан кейін 2007 жылы Амангелді атындағы өндірістік кооперативтің құрылтайшысы болып екенбіз келістік, соны алайық. Ол деген о кезде құлдырап жатқан заман, жалғыз бір кемесінен басқа ешқандай несі болған жоқ. Соны алып көтерейік деп, жұмыс орнын ашайық сол жерден деп, сол кезде Совет өкіметі кезінде Амангелді болып қалған колхоздың атын әлі Амангелді деп атын ауыстырмай, соны оның деген 70 жылдық тарихы бар колхоз, оны біздер алып өзіміздің атымызға аударып. Қорыққан жоқсыздар ма? Осы қорықтық. Енді сондай бір тұралап қалған шаруашылық екен, оны ары қарай алып кетем деген қорқыныш болады ғой бәрібір енді? Қорқыныш болды, бірақ біздер тәуекелге бел байлап, соны үкімет тарабынан да көп көмектер болды біздерге. Субсидия, кредиттер, жаңағы қазіргі таңда енді бізде 1000 адамға дейін жұмыс істейді. Жаңағы Амангелді жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп аталып. Соның ішінде менің үлесім қандай? Менің үлесім жаңағы сауда бөлімі бар. Соны менің өзім жаңағы қалада коптильный цех дейді, ыстатын балық өнімдері шығаратын цех бар. Соны менің қарамағымда 65 адамға дейін жұмыс жасайды сол жерде. Бүгінгі таңда 8 мемлекетке өнімдеріңіз ұсынып отыр екенсіздер. 8 мемлекетке ол судак балығының филесін ұсынып отырмыз. Ең бірінші біздің партнеріміз Франциядан келді. Сол Франциядан келіп барып, одан кейін басқа елдер қызығушылық танытып, осы 2 жыл бұрын соңғы келген неміз Румыниядан келді кісілер. 8 мемлекетке шығарып отырмыз. Тамаша. Негізі мен осы қандай да бір жетістікке жеткен бизнесті болсын, қандай да бір салада болсын, сондай азаматтардың, сондай адамдардың әңгімесін тыңдап отыра бергім келеді. Негізі көп алатын дүние бар негізі. Ал жалпы ақшасы жоқ, қазір қолы байлаулы отырған әйелдерге не істеуге болады жалпы? Енді осы форумда да талқыланып жатқан шығар. Әрине, кәсіппен айналсам деген әйелге мүмкіндіктер бар ғой бүгінгі таңда. Тек қана ынтасы болу керек, өзінің күш-жігері болу керек, былайша айтқан кезде. Кеше ғана мысалы былтыр өткізген форумдардан кейін биыл тағы да көріп жатқан көп әйелдеріміз шағын кішігірім істерінде бастап кеткен әйелдеріміз бар. Себебі бұл серпін болады оларға, осы форумдар алаңы. Оларға әртүрлі жаңа айттым ғой, бағдарламалар бар. Бірақ тек қана ауыл мен қала әйелдерінің айырмашылығы бұл жерде қаланың әйелдеріне ақпарат жылдам келеді, жылдам тарайды. Ауылдың әйелдері азды болсын, одан қалып келеді. Одан кейін екіншіден ауылдың әйелдері көбіне бір нәрсені бастап кетуге тәуекелге, жүрек сынады, тәуекелге бармайды. Себебі былай енді қаланың әйелдері араласып жатады, көп жаңағындай подругалар бар, құрбылар бар, іс-шараларға бар. Бизнесте жүрген. Дұрыс айтасыз. Бірақ дегенмен былай біздің халықаралық сарапшылардың мәліметі бойынша, егер әйел бір нәрсеге кірісіп бастап кететін болса, немесе қаржы орталықтарынан кредит несие алатын болса, 95%-ға дейін оны қайтарады екен. Себебі олар жауапты. Еркектер жайында енді ол еркектерге қарағанда. Қызықты статистика екен. Жалпы енді мұндай бағдарламалар өте көп. Ең дұрысы интернетте біреудің танымал адамның бір аккаунтына кіріп, оны ақтарғанша,
дұрысы осы бағдарламаларды іздестіріп отыру керек. Яғни менің бір білетім еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өзінің сайтында осындай бағдарламалар бар. Қатысуға болады, ол шынайы жүреді. Яғни ешқандай ортада қосылып кететін адамдар болмайды. Дұрыс айтасыз, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі шынында да осы форумда жақсы биылғы форумды қолдап отыр. Бүгін міне еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен омарташылар одағы бар Қазақстанда, сосын аграрлық одағы бар, ауыл әйелдерінің аграрлық одағы. Осы үш тарап арасында меморандумға қол қойылады бүгін. Ол меморандум бойынша келесі жылдан бастап 10 мыңға жуық әйел оқытылатын болады омарташылыққа. Ал омарташылық дегеніміз ол балара ғой жаңағы. Бал өсіру. Бал шығару, ол өте қолайлы кәсіптің бірі, себебі үлкен салымды қажет етпейді. Кішігірім салыммен ғана жаңағындай бастапқы капиталмен кіріп, жылдам ақшаны, қаражатты қайтарып өндіріп алуға мүмкіндік бар. Одан кейін мен бір білетінім, бір естігенім, бүгін осы марапаттау рәсімі болады екен. 10 әйелге 4000 ақш доллар көлемінде жаңағы ол сыйақы ма, жоқ әлде қайтарыммен ба, қалай өзі? Жалпы айта кету керек, негізі осы форумдардың барлығы, одан кейін сіз айтып жатқан 4000 ақш доллар деген қазір барлығы бұл біздің серіктесіміз әлемдік Кока-Кола қорының жәрдемімен, көмегімен болып жатыр. Жыл сайын осы біз ауылдардағы әйелдерді оқытып, бизнеске келіңдер деп насихаттап жатамыз. Соның нәтижесі ретінде конкурс жариялаймыз. Сәуір айынан қазан айына дейін. Сол жыл сайынғы конкурста 10 әйел жеңімпаз атанады. Бізде 4000 ақш доллары көлемінде қайтарымсыз грант алады. Қайтарымсыз ол өз ісін бастап кетуге. Тамаша. Бүгінгі таңда ол 1,5 миллион теңгеге жуық қаражат. Енді ауылдағы әйелге ол басты принцип бұл жерде ауылдың әйелін ғана қолдау. Қала емес, ауылдың әйелін. Оны кейін қадағалап тұрасыздар ма? Ол кісі тойға жіберіп қою мүмкін ғой? Әрине. Әрине, ондай мүмкін ғой. Ол тек қана біздің бағдарлама емес, басқа да бағдарлама, мемлекеттік бағдарламаларды болып жатқан. Әрине, біз оны тек қана қадағалап отырмыз. Егер оның қандай да бір қиыншылықтар болатын болса, немесе биыл грант алмай қалып қоятын болса, грант алмай мысалда, ондайлар да көп қой. Оларды жаңағындай мемлекеттік бағдарламаларға итермелеп, соларға жаңағындай сүйемелдеп жүреміз. Жақсы, енді біздікі таңғы бағдарлама ақпарат беру ғой енді. Енді бұл туралы ұзақ әңгімелесуге болады. Бізге жарнама уақыты болып қалды деп айтып жатыр. Енді жарнама уақыты кішкене күте тұрсын. Айгүл ханым, қысқаша қазір үйде отырған қыз-келіншектерге қандай кеңес айтасыз? Үйде отырған қыз-келіншектерге, егер өз ісіңді, өз кәсібіңді сүйіп жасайтын болсаң, ешқашан жарты жолдан тоқтамаңдар деп айтқым келеді. Әйел адам өзі заты солай, бастаған ісін аяғына жеткізбей, нәтижесін шығармай тоқтамайтын. Сол бастаған ісіңді тоқтатпай алдыға алып жүр деп айтам. Және қазір жаңағы айтып отыр, ауыл әйелдеріне ақпарат өте жай барады деп. Соған қарамастан қазір ақпараттың жетілген уақытта іздену керек, талпыну керек. Сол кезде бәрі болады. Үкіметтен де, жаңағы үкімет емес ұйымдардан да өте көп қолдаулар болды. Тек жаңағы ауыл әйелдеріне. Соны айтқым келеді, ең бастысы бастап кету керек тәуекелге. Дұрыс айтасыз. Құрметті қыз-келіншектер, Инстаграмда уақыт өлтіргенше дұрысы сайттарға кіріңіздер, оқыңыздар. Енді ондай мемлекеттен ауыл әйелдеріне жалпы көмек бар. Бағдарламаға қатысып көріңіздер, мүмкін ұтып қаларсыздар. Рахмет, студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ал енді біз кезекті жарнамаға берейік. Рахмет.